менің ойымша экологиялық тәсілмен ажырасу деген ол окей, біз ажырасатын болып шештік, бірақ балаларды бірдей тәрбиелейік, сен бүйтпе, сен бүйтпе деп бір жаңағы шекараларды сызып алу керек сияқты. Мысалы сен ажырасқан кезде жаңа Сабира енді енесімен жақсы қарым қатынаста екен, экс енесімен. Саған экс енеңмен жақсы қарым қатынаста болуға не көмектесті, қалай болды? Олар сендердің отбасын енді любой ешқандай Ануар шешті. Білмеймін не болған. Кішкене пауза алдық, үндемей. Мен вообще мен конфликт құра алмаймын, мен айқайласамаймын. Мен шын айтайын, білмеймін, істей алмаймын оны. Менде қиындық болса, мен үндемей қаламын. Я затыкаюсь в себе. Сондай болды, сондай кез болды. Сосын оны енді Ануар да білет, негізі мен үндемей қалады. Мен жалпы конфликт болған жоқ, ештеңені дамытқан жоқ. Бір жағынан менің ата-анам жоқ қой. Мына жаққа менің жыртысымды жыртатын. Сондықтан ол бір жақты болып қалмайды. Олар менің қайын жұртым араласқан жоқ. Олар менен сұрады, ағаларым, әпкем, бітті ма, соңғы шешімің ба деді. Я дедім. Сыйлаймыз деді. Өйткені үлкен қызсың, сен бәрі өзің біліп тұрсың деді.